Көп адамдардың, әсіресе өзімнің жақындарымның сұрағы: балалар жапон болып кетпей ме, қазақша сөйлемей қалады ғой. Иә, мойындаймын, Жапонияда балаларымның достарының бәрі жапондықтар, барып жүрген балабақшасы да жапонша, жалпы айналаның бәрі жапонша, бірақ үйді қоспағанда. Жолдасымның 5 тілде, ал менің 3 тілде еркін сөйлейтіндігімізге, жұмысымыздың да ана тілімізде емес екендігіне қарамастан, біз үйде тек қана қазақша сөйлейміз. Сөйлеп қана қоймай, тәрбиеміз де, тамағымыз да, оқитын кітаптарымыз да, тіпті үйдің өзі де қазақша. Әрине, Жапонияда қазақша кітаптар таба алмайсың, бірақ біз сол жапонша кітаптарды қазақшаға аударып оқимыз. Қазақстанға барған сайын туыстарымыз не алып берейік десе, кітапхана деп айтып, кітаптарды үйіп алып келеміз. Әкесі де біз қазақпыз деп үнемі айтып отырады. Нашатай қазақ тілінде де, жапон тілінде де еркін сөйлейді. Қай ортада, қай тілде сөйлеу керек екенін 3 жасынан бастап нақты ажырата бастады. Бұйырса, Ағыстай да Нашатайдан кем түспейді. Жалпы біздің үйде бәрі қазақша. Жат жерде жүріп, қазақилығымызды сақтап жүргендігіміздің бірден-бір себебі әке-шешелеріміздің Аян екеумізге қазақша тәрбиені бойымызға мықтап сіңіргендігі деп білеміз. Сол үшін де әке-шешемізге мың алғыс айтамыз. Ал жалпы дүниенің қай жерінде жүрсең де өзінің нақ бейнеңді сақтап қалу отбасыңнан. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің.